Ballar, to'qqizda. Baljan, Bibarız, Yernur sabahta жоқ. Олар ауырып жатыр. Жақсы. Балlar, сабаққа дейін көңіл-күйіміз қалай? Жақсы. Ендеше сабағымызды бастайық, иә? Ең алдымен топқа бөлініп алайық. Қазір мен сендерге фигуралар дайындап келдім. Үш бұрыш, төрт бұрыш, дөңгелек. Қалаған фигурамызды алып, үш бұрыштан мына жаққа тіктөк бұрыштан мына екінші топқа, дөңгелектен үшінші топқа жайғасамыз. Ал балалар келе қойыңдар. Балалар, отырып болдық па? Ондай болса, алдыңғы өтілген тақырыпты бір рет қайталап алайық, иә? Ол үшін мен сендерге жеке кесте таратып беремін. Ол жерде 4 бала жауап беретін болады. Қазір қарап көре берейік. Жақсы, барлық балаға жетті ғой. Енді бұл 4 сұраққа кімнің жауап беретінін бізге генератор қайтеді, талдап береді. Олар болса балалар дайынбыз ба? Бастайық. Балалар, мұны болса бізге бірінші сұраққа кім жауап береді екен? Сіз. Жақсы. Белгілі А1, мәні 1. Дұрыс па? Жарайды. Келесі. Екінші сұрақ. Бізде екінші сұраққа кім жауап береді екен? Ақгүл. Жақсы. Ақгүл. Белгілі А2 жауабы 8-ден. Дұрыс па, балалар? Келесі. Үшінші сұраққа. Бізде кім жауап береді екен? Кәусар. Жақсы, Кәусар. Белгілі А3 тізбекті мүшесі 27-ден 1. Жақсы, дұрыс па? Арқалай, бізде соңғы сұрақ. Дайын отырамыз. Кім жауап береді екен? Мендер қайдамыз? Тұрамыз орнымыздан жауап береміз. Ең тең 4 болғанда бізде қандай болады екен? A4. Мәні? Мәні 1. Қанша? 64-ден 1. 64-тен 1 дұрыс па? Олай болса, балалар, біз бүгін тақырыпты бастамас бұрын алдымен топтық жұмыс жасап алайық. Яғни берілген заттарды қайтеміз, топқа бөлеміз. Ал бірінші топ сендер заттарды екі топқа бөлдіңдер. Не себепті? Себебі көкөністер олар жеміс емес. Жеміс-жидектері ағашта өскендіктен бұталарда, ал көкөністер жер қойнауында өседі. Яғни белгілі бір не істедіңдер, қасиеттер бойынша
топтастырдыңдар, иә? Белгілі бір заңдылықпен, иә, қасиеттер бойынша. Енді бізде 3-ші топ айтамыз. Біз бұл пішіндерді қасиетіне қарай бөлдік. Мысалы, мынау 3 бұрыш болды, мынау 4 бұрыш болды. Екеуін бір-біріне Қандай қасиеттер бар, айырмашылық, қандай айырмашылық бар екеуінің? Неге бір топқа қосуға болмайды? Мысалы, біреуінде 3 ақ бұрыш болса, ал келесінде 4 бұрыш болады. Және 3 қарыға, 4 қарыға, иә? Келесі. Біз осы сандар мен әріптерді екі топқа бөлген себебіміз, өйткені сандардан біз сөздер құрай алмаймыз, ал әріптерден біз сандар құрай алмаймыз. Яғни аттарының ролы қандай? Әртүрлі, иә, қасиетіне қарай. Жақсы, бәрін дұрыс орындағансыңдар. Отыра қойыңдар. Балалар, олай болса, бүгінгі тақырыбымызды бастаймыз, иә? Бізде бүгінгі күн 31-ші наурыз дәптерлерімізге жазып қоямыз құрметін. Жазып болдық па? Балалар, біз топтық жұмысты орындау арқылы бүгінгі тақырыпты білдік, иә? Яғни біз заттарды айттық, белгілі бір қасиеттерге сүйеніп жинадық, иә, топтастырдық. Онда бүгінгі тақырыбымыз сол белгілі бір қасиеттер бойынша жинаған кезде бізде бір жиын қалыптасады екен. Иә? Сол бүгінгі тақырыбымыз біздің онда жиынның элементтері және жиынды құрап тұрған. Және ол жиындар біз қайтеді екенбіз, кескіндей алады екенбіз. Енді сабақ мақсатына келетін болса, сабақ мақсаты жиын және оның элементтері ұғымын білесіңдер, иә, сабақ соңында. Және белгілеу символдармен жаза аласыңдар. Қарапайым есептерді шығара алатын боласыңдар. Жиындарды эйлер вен дөңгелектерінде кескіндеп есептер шығара алатын болады екенсіңдер. Яғни бұл біздің сабақ соңында жететін мақсатымыз. Олай болса, балалар, қарайық. Жиын дегеніміз не болды? Белгілі бір қасиеттер бойынша, белгілі бір заңдылықпен біріккен заттар не құрайды екен? Жиынды құрайды екен, иә? Ал сол жиынды құрап тұрған заттар жиынның элементтері деп аталады екен. Балалар, тақырыпты өтіп болдық, иә? Енді осы тақырыптан алған білімдерді тексеріп көру үшін мен мынандай 3 топқа есептер дайындап келдім. Оны қалай шығарамыз? Әр топ өзінің бір есебін әкеліп, жабылып шығарады. Сосын тақтаға бірінші есебін бір бала шығып жазады. Қалған балаларға айтеміз, екінші есепті сразу алып шығара береміз, иә? Яғни бұл жерде қандай болады бізде? Топпен жарыс болады, иә? Тезірек қимылдаймыз. Келе береміз балалар, бірінші топтан. Бір бала келесін, бір баладан келеміз. Бір есептен аламыз. Тездетеміз балалар. Конверттерді ашып қойсаңдар да болады. Тездетіп жабылып шығарамыз. Жазамыз. Тез. Есептің берілгені бір бала дұрыстап тез оқып беріңдер де топ мүшелерін тез шығарамыз. Балалар тез етеміз. Бетер шығар. Жақсы. Екінші топ жақсы шығармады. Үшінші топ. Biz toplarını falan kesin yazamız. Tahtanın ortasına gözü koyacağım, nasıl bir yazalım? Nasıl bir gözü koyacağım, nasıl bir yazalım? Esetin o bir yazayım. Yeni çizikleri daha çıkarabilsinler bu var. Birisini bütünler var, bir bala var. Yeni çizikler veririz. Şahsı, üçüncü top tez. Bir bala yazamız, bir bala yeni çizikleri daha koyacağım.
балалар. Жақсы. Жақсы, бізде бірінші топ бітті. Енді үшінші есепте дала белгілеріне болады. Жақсы. Екінші есептердің бүтіндері үшінші есеп дала ойында. Bir bala жазамыз. Бәрі кіресіне жұмыс жасап жатсыздар, жарайсыздар балалар. Жақсы. Екінші топ бітті, үшінші топ бітті, жазамыз. Апай. Балалар, біз тақырыпты меңгеріп болдық, иә? Енді қаншақты меңгергенімізді білу үшін мен мынадай үш топқа есепте дайындап келдім. Яғни мына қанебектің ішінде әр топта 3 есептен бар, яғни 6 бала 2-ден жұптасамыз. Бірінші топ, екеуі жұптасасыңдар, екінші екеуі жұп боласыңдар, екеуі жұп боласыңдар. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, дұрыс. Так, болған жұптар айтамыз. Тексеріп жіберем есептерді. Жақсы, дұрыс. Жақсы, дұрыс. Так, сендерде қандай берілген еді? Қандай 30-ға дейінгі жайсыздандар, иә? Жақсы, иттен қалып жайсыздандар. Так, отқа. Так, есептің берілгені. Жақсы. Барлықтарың дұрыс орындарында. Жақсы. Қазір өте жақсы орындаған жұптарға сынайықтыр. Жарайсыңдар. Балалар, енді келесі тапсырманы орындаймыз. Яғни келесі тапсырмада бізде топтық жұмыс болады, иә? Қарап, таныса берейік. Бұл жерде балалар есептің жауаптары шатыстырып берілген, яғни өз есептің өз жауабын тауып қасына апарып жабыстыру керек. Жақсы тезіміз. Бүтіндер ма балалар? Үш топта бітті. Олай болса, әр топтан 2 баладан шығып қорғаймыз. Тез шығамыз балалар. Так, тез етеміз балалар. Так, бірінші топ бастасын, е, тыңдаймыз. Так, бері көрінетіндей тұрамыз. Жақсы. Бізде 36 санын бөлгіштері санының жиыны. Біз оған 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 сандарының қасына тіркедік. Себебі ол 36 сандарының бөлінгіштері болды. Жақсы. Бәрі енді екінші топ. Тез қорғаймыз балалар. Біз бұл плакатты домино тәсілмен құрадық. Бірінші есеп. Бағаға дейінгі 2 таңбалы жай сандар жиыны. Олар 11, 13, 17, 19. Жақсы болдық, е? Біз бұл есептерді домино тәсілі арқылы шығардық. Ал бізде бірінші есеп мынандай болды. 36 санының бөлгіштерінің жиыны.
1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Bu жерде қайталанбайды, екіден басқандар, барлығы жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар. Бізде матоп бірінші біткен, жарайсыңдар. Төртте берейік. Натоп екінші біткен. Натоп үшінші біткен. Бірақ бәріміз не істедік, барлығын дұрыс жасадық. Так, балалар, біз енді қорытынды тестті проход бағдарламасы бойынша аламыз. Енді балалар, бұған кімді білеміз, кіріп отырмыз. Мен енді бастаймын балалар. Дайын отырамыз. Қазір не істейміз? Бірінші пин-кодты жазамыз. Содан кейін атымызды жазамыз. Тезірек жаза қойыңдар. 69, 10, 70. Аяқталды балалар. Қазір нәтижемізді бірге көрейік. Бізде үшінші орында Ақбер ұстап қояйық балалар. Екінші орында Минар. Бірінші орында балалар, бүгінгі сабақтағы қорытынды тест және сабақ барысында көрсеткен белсенділіктердің бойынша мына топтан Кәусар 9, Ақбейіл 9, Динар 7, бізден кім? Мерей 5 деген баға. Сендердің топтарынан Маржан 8, Аққұл 9, Бегдайыр 5. Келесі топтан бізде жақсы нәтиже көрсеткен Аяулық 9, Кәусар 8, Айсәуле 7, Барат 5 деген баға. Рахмет бүгінгі сабақта белсенділіктер көрсеткендер үшін. Енді осы сабақта сендерді сабақ бойында не қиын болды, не ұнады, не ұнамады, стикерге жазып алуларыңыздағы чаттасаңыздар болады. Жазып болғандар тапсыра беріңдер. Асықпай бірден деп тапсырыңыз. Баптарыңыз болды қой дейме. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандар үшін рахмет. Енді үй жұмысы, үй жұмысына кітаптағы 1026 және 1030 есептерді шығарып келеміз келесі сабаққа. Түсінікті ма тапсырма? Онда сау болыңыз.